Бараң сюжетlerimiz менен давам ettiremiz. Тарихта инсан бөденені толық үйрете алмаған екен, яғни толық қолға үйрете алмаған, соның үшін ярым жабайы бөденелерді кетекілерді сақлау ұсыныс етіледі екен. Бөдене бағыладығын орын бархолла ыссы болу керек, һәм электр энергиялары менен үзіксіз түрде тәминленуі зарur екен. Сондай-ақ бөденелерді ұзақ уақыт құяш нұрында сақлау мүмкін емес, құяш нұры тәсілінде олар тынышсызланады екен. Демек, сол дәрежеде күтімді талап ететұғын бөдененің де пайдалы тарифлері оға да көп. Дұрыс айтасыз, Нұрсұлтан, мінекей бөдене хақында және бір мағлұмат келтіріп өтеміз. Яғни бөденелерді хәптеде бір мәрте таза құмда шомылдыру оларды зиян кесілерден тазалауда пайда береді екен. Егер бөденелер пәрлерін үрпейтіп, тұмсығын ашып демалса, өнім беру кемейсе, бұл хауа құрамындағы ығалықтың азайғанынан дәрек береді екен. Бұндай жағдайларда кетек алдына бір ыдысқа су құйып қойсақ, оға да пайдалы болады. Барлығы бөдене бағуменен шұғыланып отырған барлық инсанлар біз ұсындай маслихатлерді айтқан халда кейінгі сюжетке нәубетті берсек. Әлбетте, біз бекарға бөдене құсы хақында гәп басамадық. Айны сол бөдене құшшылығы менен жақсы шұғылланып, өзінің шаңырағына дарамат кіргізіп адырған замалластарымыздың бір хақында таяланған. Сұлықлары енді бөдене бағудан алдын азғантай білім керек. Білім болмаса қиынлау, бұл тауықтай болмайды. Қатты күтім талап етеді. Тауықта енді ол температура оған қарамай жүре береді. Қыстың суығы бар ма, жаздың ысысы бар ма, оған қарамайды. Бірақ тек тауықта қорқынышты жері біреу ауырса, бәрі қырылып кетеді. Ал бұда ондай зат жоқ. Бірақ бұлар ығалыққа, жылылыққа қатты үйренген құс есептелінеді. Сол себеплі 25 градусты тәмінлеп беруіміз керек. Қысы жазы ығалық 50%-ден өту керек. Сол себеплі баста созақтарын түсінбедік. Кейін әстен бағып отқан жора жолдастардан сұрадық. Сояқларын айттық, кітапларын оқыдық, интернеттен ізледік, интернет тармақларынан. Чуть-чуть біліп барып, азыр мінекей 2 жылдай болды бағып атқамсық. Бір бөдене күніге бір мәйек береді. Пародасына қарап, сағатқа есептелінеді. Мәселен, япон мәжүрлер 17 сағаттан бір мәйек туады. Техас пародалары, мінекей ақ, олар 24 сағаттан бір мәйек туады. Қалғалары сол 17-18 сағаттан туады мәйектер. Мәйек жеткеліп беру өзімізден кімге қанша бұйыртта керек болса, соған қарап даярлап береміз. Құтысы бар, сол құтыға тақлап, сыртына этикеткісін басып, шыққан күні мәйек жеткеліп береміз. Бұдан басқа göç өнімлерінен сатып отырмыз. Әсіресе сол жағы науқасланған емдеуханадан көп өтпей келеді. Сол göçнен сол үйден келіп алып кетеді. Бұлайынша маркетлерге де апарып береміз. Göçні сақлау өзінің тәртіптері бар. Соған қарап сақласа, көп уақытқа шыдайды. Мәйегім сондай сақлау тәртіптері бар, градустарына қарау керек. Бұларды енді бір айлық қаражеті, енді пайызды алатын болсақ, 60% қаражет кетеді. Витамині бар, жемі бар, қымбат жемі. Одан кейін тоқ кетеді, свет жағып қоямыз күндіз. Қыста өзінің ысылығымен тұра береді, өзінің температурасымен. Жеткеліп беру қызметі бар, сол бәрі есеплағанда 60%-дай ақша сарпылаймыз. Қалған 40% өзімізге қалады пайызы. Бөдененің өзі жеңіл һәм мәйегілері кішкене болғанымен шипалы қасиетлері жүда көп. Сондықтан бөдене мәйегілерін жүда көп қана кеселіклерді емлеуде ем үшін пайдаланылады. Әне осындай шипалы қасиетлері себеплі бархолла талап жүда жоғары болып келген. Бөдененің мәйегі текарынан бұл организм үшін ең пайдалы өнімлерден болып есептелінеді. Бөдененің мәйегінің құрамында әрқилы витаминдер, атап айтқанда А, Д витаминдері, микроэлементлер, мыс, кобальт, хром элементлері, сондай-ақ құрамында темір мықтарлары жүда көп болады. Бөдененің мәйегі күнделікті тұтыну өніміне кіреді. Яғни бұл алымлардың зерттеуіне қарағанда
тауық маегіне қарағанда бірнеше есе адамға пайдалы екен. Себебі бұның сіңірілуі де аңсат, һәм өзі де қолайлы болғандықтан күніге 2 дана бөденең маегін жеуге болады. Бөденең маегі тикарынан әсіресе кішкене балаларға, жасы өткен қарияларға, сондай-ақ орта жастағы адамлар үшін жүдә пайдалы болып есептелінген. Бұл бөденең маегін қабылдаған уақытлары адамда түрлі әрқилы кеселіктер, яғни өкпе, бауыр, бүйрек кеселіктері, соларға да пайдалы болып есептелінеді һәм есте сақтау қабілетін арттырады. Әсіресе азуды алдына мақсат қойған адамлар үшін пайдалы. Себебі бұл калориясы сол күндік калория мықтарына тура келеді һәм адамға тоқлық сезімін береді. Бөденең маегін көбінесе күннің бірінші ярымында, яғни азанғы уақыт қабылдаған пайдалы болып есептелінеді. Бұл тауық маегіне қарағанда да таза өнім болып есептелінеді. Ғалымдардың зерттеуінше аллергик кеселіктерді қолдануға ұсыныс еткен. Және де бір айтып кететін зат, бөденең маегі адамның иммунитетін жоғары көтеруге жәрдем береді. Сондай-ақ құрамында тирозин деген аминокислота болып, ол мына косметика өнімдерінде де қолданылады. Яғни адамды жасартушы қасиетке ие. Бөденені үй шариатында бағу һәм күтімінің өзіне тән тәрбиелерін жақсы үйреніп алған соң ғана оның менен шұғыллану зарur. Өздері кішкене болғаны менен айрықша күтім талап етеді. Олар еркінлікті сүйуші, шауқын сүренді жақтырмайды. Маектері суыққа тәсіршең болғандықтан ысырақ жерде сақлаған мақұл. Бөдене 8 ай бағылып, бір бөденеден 6 ай дауымында 130 данаға шекем өнім алу мүмкін. Демек, бөдене санын қанша арттырсақ, сонша көп өнім алуға болады. Менде 4 породасы бар. Атап өтетін болсақ, Техас породасы, Феникс деген породасы, одан кейінгісі мынау Эстон. Бұл ірі болады, эстоллар. Бұның және Япон манжур деген породасы бар. Бұл бұдан майдалау болады бірақ. Бірақ реңі бірдей. Япон манжур мен эстонның реңі бірдей болады. Одан кейін мұнау смокинг деп айтады. Смокинг деген порода. Техас породасы көшке бағылады. Япон манжур породасы тек мейікке бағылады. Көшке бағылмайды. Неге көріп тұрғансыздар, мейіклері, Техастың мейіклері ірі болады. Бұлардікі андай ірі болады. Япон манжурлердің мейіклері сәл кішкентай һәм жеңіл болады. 9-10 грамм болады. Бұлардығы Техастың мейіклері 15-16 граммға дейін болады салмағы. Енді осындай күнделікті жемін беріп тұрасыз. Біз азанда бір береміз, кеште бір береміз. Суын күнде құямыз, күнделікті таза су құйып тұрамыз. Бұдан басқа тазалыққа қарау керек. Астыларын тазалап тұруымыз керек 2 күннен. Болмаса өзінің несіне уланып, кеселеніп қалуы мүмкін. Соның үшін 2 күннен бір тазалап тұрамыз астыларын.